Әуежай алдында Махмұт пен Төрехан Сабырханды күтіп алуға келген көпшіліктің қарасы қалың. Бәрінің ойы ел мерейін үстем еткен спортшыларға құрмет көрсету. Ағайындылардың үлкені бұған дейін 2 әлем чемпионатына қатысқан болатын. Оның бірінде топ жарған тәжірибелі боксшы сол жетістікті биыл да қайталап, 2 дүркін жаһан жеңімпазы атанды. Ендігі мақсаты інісімен бірге әлем шыңын бағындыру. Енді біз бұмен тоқтамаймыз. Алдымызда әлі Азия ойындары келе жатыр. Тағы да әлем чемпионаты өтеді, осы Астанада өтеді. Алла қаласа сол жерде тағы да чемпион атанып, сол жерде лицензия болады Олимпиадаға. Енді ағайынды әлем чемпионы атандық. Ендігі мақсатымыз ағайынды Олимпиада чемпионы болу мақсатымыз. Бұл жолғы бәсекеде 19 жастағы Төрехан төрткүл дүниені таңғалдырды. Ересектер құрамасына енді ғана қосылған ол көпшілік күтпеген нәтижені тіркеп, ел тарихындағы ең жас әлем чемпионы атанды. Оның қарсыластары да азулы еді. Алайда жаттықтырушы берген ақыл кеңестің арқасында топ жардым дейді жас чемпион. Енді бұл жетістікке бейімделдім жаңағыдай. Енді сәл-сәл кішкентай болып тұрдым, көрдіңіздер, қарсыластарым менен сәл дөп болып тұрды. Енді бірінші раундта білмеймін енді қалай ол жаққа кеткенін, бірақ біз түбінде жеңісті жол болатынын біліп, ағайым айтып отырды бұрышта. Тәдештен жеңесін, жамба, 3 раунд ұтып аласың деді, Аллаға шүкір ұтып алдық. Көпшілік ел мерейін үстем еткен ағайындылардың иығына шапан жапты. Айта кетейік, бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы Ұлыбритания төрінде өткен әлем біріншілігінде 7 алтынмен командалық есепте топ жарған болатын. Бағдәулет Анарбай, Нұрсұлтан Ескендір, Болат Қалмахан, Түркістан 24.